Бұл поэма ақынның ең соңғы шығармаларының бірі. Құлагер Ілияс Жансүгіровтің халқымыздың тарихы мен мәдениетін бейнелеген шедеврі. Ақынның толысып, кемеліне келген шағында үлкен шабытпен жазған дүниесі. Ілиясты заманның әділетсіздігіне төзе алмай, соңында дәрменсіз қалған ақан серінің сұрапыл өмірі қызықтыра түседі. Поэма 1936 жылы жазылған. Басты кейіпкер ақан сері Құрамсаұлы. Арқа елінде Сағынай деген байға үлкен ас беріледі. Асқа бүкіл 300-дің елі түгел шақырылады. Ас Ереймен тау етегінде өтеді. Асқа ақан сері де келеді. Әйгілі сері бәйгеге сүйекті аты Құлагерді қосады. Алтайдан келген Батыраш байдың атақты жүрігі Көктұйғын да осы бәйгеге арнап қыстай бапталған. Құлагердің келгенін естіген Батыраштың қызғаныштан ішы өртенеді. Бәйгеге қосылатын аттарға Күреңбай сын айтады. Ол Құлагерді ары-бері қарап, бүгінгі бәйгеде тап осы жылқы бәйге алады, деп болжам жасайды. Бәйгеге қатысқан 1300 аттың ішінен Көктұйғы мен Құлагер озып келе жатады. Батыраштың жіберген қарақшылары Құлагерді көк өзекте күтіп тұрып, айбалтамен шауып мерт қылады. Ақан Құлагерін жоқтап ән шығарады. Құлагердің бас сүйегін алып, елден безіп, тауда жалғыз өмір сүреді. Құлагер азасына байланысты дүниеге Ақанның «Бай-бай Құлагер-ай» әні келеді. Асқа жиналған жұрт Құлагер азасына арналған Ақанның әнін еліне алып қайтады. Құлагер поэмасы қазақтың дарынды әншісі Ақан сері өмірінің трагедиялық тұсын шынайы суреттеу арқылы сол кезеңдегі замана шындаған, рухани дағдарысқа ұшыраған адамдар бейнесін толық аша білген ауқымды туынды.